Қыздар, бүгін ауызашарға барша қонақтарыңыздың көңілінен шығатын, түрі де дәмі де ерекше ыстық тағам дайындайтын боламыз. Алдымен қазанға майымызбен жуамызды жақсылап қуырып, кейін үстіне етімізді саламыз. Менде тұздалмаған ет, сондықтан үстіне тұз, бұрышымызды сеуіп, 5-10 минут қызарғанша қуырамыз. Кейін үстіне суымызды құйып, 1 сағат бетін жауып, жай оттап пісіреміз. Кейін жуа мен қойдың құйрық майын ұсақтап турап дайындап қоямыз. 1 сағаттан кейін етіміздің үстіне үлкен бөлшектегі картоп, тәтті бұрыш және кукуруз салып, үстіне тұз сеуіп, 30 минут тағы пісіреміз. Кейін қамырымызды дайындаймыз. Жұмыртқа, су, тұз, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды 2 бөлшекке бөліп, мантының қамырындай жұқа етіп жаямыз. Кейін үстіне туралған жуа мен құйрық майымызды салып, видеодағыдай рулет қылып орап аламыз. Рулеттеріміз көріп тұрғандарыңыздай тығыздамай, бос қылып ораған жөн. Кейін тағамыздың бетіне салып, тағы да 1 сағат жай оттап пісіретін боламыз. Қыздар, қараңыздаршы, осымен біздің ыстық тағамымыз 2 сағатта дайын болды. Осылайша әдемілеп дастарханға ұсынсаңыз болады. Сіздермен болған бота, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.